үшін сабыр ет. Өйткені сынақтар келеді, ертең өз бойыңда сынайды, өз малыңда сынайды. Осы сабырлыққа байланысты жаңағы бір пайғамбарымыздың бір хадисін айтып кетсек иншалла. Алла тағала бір құлға дейді, бір дәрежені атап қояды дейді жәннатта. Сабақат лаху манзилатан. Мына дәрежені осы құлыма берем дейді екен да. Лам яблуху би амалихи. Сосын ол құл дейді, амалдары арқылы ана дәрежеге жетуге жарамай жатыр дейді. Не намазымыз жетпей жатыр, не садақамыз жетпей жатыр. Жетпей жатыр ана дәрежеге. Бірақ ол дәреже аталып қойылған. Не істейді енді деген кезде, мен бұны былай жеткізем деп айтады екен Алла Тағала. Қалай деген кезде, япталихи фи жасадихи. Мен бұны денесіне байланысты сынақтар берем дейді. Мен бұны баласына байланысты сынақтар берем. Малымен де сынайын. Сол сынап атқан кезде юсол бируху аля залика. Сабырлы болуына өзім көмектесем дейді екен, қараңыз. Сынып кетпей үшін де өзім көмектесем дейді екен да. Хатта юбаллихуху әл-манзилата аллати сабақат лаху мин. Сөйтіп жаңағы өзі атап қойған дәрежеге ол құлын жеткізбей қоймайды дейді.